косметикамды және қалай боянатынды көрсетем. Ай, көрсетем. Бірақ бірінші мындай зағыз жайнап аламын. Так, это эвкалипtus вкус ледяная ягода. Шашымызды жинап тастайық. Себебі боянғанда пока что керек емес. Так, менде мына жерде көп косметика. Көрсетсем примерно осының барлығы. Так. Бірінші крем от Биодерма. Мынау құлағында мен музыка қосып қойдым, себебі мен қатты жақсы көремін музыкамен дайындалуға. Мына Биодерманың кремі. Так. Чуть-чуть берем. Столечко. Это даже много. Мен бетім сондай сәл тисе болды, қызарып кетеді. Так, мынау бізде SPF. SPF чуть-чуть аламыз. Обычно күнге шығатын болсам көбірек жағамын. Просто қазір саған тоже керек по SPF. Кел. Бетіңе. SPF. Так. Так намазали.
вот столечко берем. Потом миндем нандай. Диор дейтін. Где он? Диор. И он у нас потемнее. И буквально чуть-чуть берем. И все. Остаток вот нанесла. Перемешиваем микион вот здесь. Перемешали. Так, перемешали. Вот, по идее, чуть-чуть светло. Но
бізде катрис. Тоже на ручку берем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Нанча чуть-чуть. Можно еще чуть-чуть добавить. И саусағымызбен былай аккуратно мына жерге сәл жағамыз. Мына жерге бетімізді жоғары көтеріп жатырмыз ғой, понимаете? Мына жерге
ғана мынандай блестяшка бар. Осындай бір блестяшка. Осы бір сүйкімді, өзінің бір айнасы бар ана жерде. Бүйтіп айнаға қарайсың. Қараңдар, вот так блестит. Мына жерге жағын көрдім. Сразу. Қандай күшті. Эту берем, прям отнимаем. Кминайсың. Мына жерге аласың. Тағы да аламыз. Аямаймын. Мына жақта көрінбейді, қазір жақсылап көрсетемін. Вот так прям держем, никого не боимся. Вот. Сендерге көрсеткім келеді. Здесь видно. Қараңыздар. Блестят. Просто вам надо по цветам и вблизи посмотреть. Вот. Нам одной такой блестяшки не хватит. Сондықтан мынандай аламыз. Бұл деген бізде хайлайтер. Тоже Dior. Так, бұл менде относительно новый, ең соңғы алған косметикам шығар. Мен негізі бұрында магазин косметикада жұмыс жасағанмын. Осы косметиканың көбісін сол кезде алып алғанмын. Қазір сәл өскен соң уже бұрынғыдай қатты қызық емес косметика. Бірақ қызық болған кезінде сол барлығын сондай кездері алып алғам ғой. Мынаны уже жұмыстан шыққан соң алдым. Так, бір мынандай тоже үлкендеу кисточка аламыз. И мынандай блестяшка. Бұл хайлайтер ғой. Бірақ мен оны білесіздер қайда жағам. Тоже мына жеріне жағам. Жәндегі блестяшканың үстіне тағы берем. Жағып жібереміз. Именно по орбитальной зоне. Орбитальная зона дегеніміз мынау ғой. Түсініңдер ма? Вот этот, осы жерге жағып жібереміз. Потом берем светлый лаун. Возьмем. Мына жерінен тик. Ой, что-то помаятыр, ладно. Видно, да? Нам мынандай. Күшті да. Күшті екен. Ладно. Ысырыппыз. Жағып. И мына ортасындағысын тоже аламыз да. Ортаға жаға береміз. Ортаға. Біз жәндегі темныйды орбитальныйға жасасадық қой. Жағамыз былай. Блестяшка. Так, кстати, мен чуть-чуть тамағым ауырып жүр. Соны аңғал сеп жүрейінші. Неприятный. Прям андай спирт сияқты. Вот. Енді берем вот эту. Светлую. Былай тоже көптеу қылып
Так, endi bunday olamizda kichkintoy beauty blender. Теперь для пудры берем, извините,